Алламен шыншыл болсаңыз бар ғой, құрбан шалам деп шын ниет етсеңіз, қазірден бастап Алла қойды өзі әкеп береді негізі. Бізде иншалла шалам деген нәрсе бар. Иншалла шалмайсың. Иншалла умраға барамын деп қой. Қашан барасыз? Умраға бармайсыз, шамаңыз жетіп тұр. Иншалла сол Құда қаласа барайын деп. Құда қаласа бармайсың сен. Жоқ мына жақта әшейін. Құда қаласа. Құдайға лақтырып қоя береді, рахат. Бара алмай қалса Құда қаламады деп қояды. Өзің қаламай тұрсың ғой, желаниң болмайды ғой. Желаниң болса ертең ұшып кетесің ғой умраға. Дәл сондай мына жақ. Құрбан шалам деген ықылас болатын болса, Алла малды өзі әкеп береді алдыңызға. Құрбандыққа шалуға шамасы жетіп тұрып дейді, шалмаған кісілер дейді, біздің намаз оқитын жерімізге келмей ақ қойсын дейді. Бұдан асқан ауыр хадис жоқ. Бізде піл шалуға шамасы жететін адамдар ұялмай тұра береді, айт намазында. Шалмайды бірақ намазда тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп жатыр? Келмей ақ қоя салсын деп жатыр. Келмей қой деп жатыр. Демек құрбан шалуға, құрбан айт күні Алла тағала қатты мұқтаж болады екен ше. Алланың мұқтаждығын өтеуіміз керек екен ағайындар. Алла тағала қатты қиналады екен пенделер құрбан шалмаса. Көрдіңіздер ме? Сондай ма негізінде? Ондай емес қой, көрдіңіздер. Алла мұқтаж емес қой ана қойларға. Бірақ пендесін тексеріп көреді, Алла тағала бүйтіп тексеріп көреді пендесін. Не істейді биыл осы құрбандықта пендем деп ше. Сондықтан құрбан айтта Алламен әдемі байланыс болу керек ағайындар. Әдемі бар. Қазір келтірем, бір-екі мысалдар келтірем. Әдемі емес, вообще керемет байланыс болу керек. Құрбан айт келе жатыр деген, міне уже келе жатыр ертең, келесі айда. 16-сы ма уже? 16-сы, 17-сы құрбан айт уже. Ойбай, болыпты ғой, бір ағай. Өлі, бір ағай қапты. Тезірек қойларды алып шөп беру керек үйге апарып. Енді қараңыздар, қызығын айтайын. Жаңағы құрбан шалған кездегі алғашқы қойдың мойнынан, құрбан малының мойнынан атылып шыққан алғашқы қанмен, бисмилля Аллах атылып шығама, соның иесі кешіріліп кетеді дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Күшті ма? Кет. Ол аз дейді, пайғамбар аз деп жатыр. Ана үстіндегі қылының санындай күнәсі кешіріледі дейді. Сол қылдың санындай сауап беріледі дейді. Ал есепті анаң. Ол қой болса бар ғой, вообще бұттасып атады бір-біріне бүйтіп, ана жүндерін сани алмайсың ше. Соншалықты сауап беріледі дейді. Жаңағы құрбан шалған кісінің иесіне дейді. Ол құрбан малы, еще қандай болу керек дейді? Әдемі мал болу керек дейді. Құдайға келген кезде бар ғой, бүйтіп ақшыларын, брат, арзандау қой бар ма дейді. Арзандау бар ма? Сирағы бір-біріне тиіп атқан мынадай ше, өлейін деп тұрған. Өйткені Құдайға ол болады, Құдайға. Главный шалып жіберсек болды. Алла сіздің мына жағыңыздағын біледі ағайындар. Алла сіздің мына жеріңізде сіз мал алам дегеннен бастап, ақша жинағаннан бастап Алла біледі сізді. Қандай мақсатта, қандай қойды малды алайын деп жатқаныңызды Алла біліп қояды. Сол мына жерде тексеру үшін екен ғой Алла тағала құрбандықты уәжіп қылған. Пенденің сойған малының қаны да, еті де Аллаға жетпейді дейді, Алла Құранда айтады. Не ғана жетеді дейді? Тақуалықтарын ғана жетеді дейді. Тыңдап атқан кездегілерін жетеді дейді Алла тағала. Пайдет болмайды, пайдет. Құдаға таңнағандан да дәуін таңдау керек Аллаға. Алла тағала Құранда айтады, Алланың жолына беретін нәрселері өте әдемі болсын дейді Алла тағала. Алланың жолына ең жақсы нәрсені шығарып бер дейді. Бізде ең қалдығын шығарады Құдайдың жолына. Қалдықты любой адам шығарып береді ағайындар. Қалдықты любой адам бере алады. Бірақ күшті нәрсені олар ғана бере алады Аллаға. Өйткені ана сенің беріп атқан малың, Құдайға шалып атқан малың бар ғой, ол сенің малың ғой. Өзіңді қаяқтан алып өтеді ертең. Сөйге кішкентай мал таңдасаң, жамбасың сыймай сират көпір түсіп кетсең не болады мысалған жерде? Дәуін таңдау керек деп айтасың да.
Өзің мініп өтіп кететіндей болу керек та ертең иншалла. Айдап өтіп кете ма, мініп өтіп кете ма білмеймін. Бірақ сол жерден өтеді дейді әйтеуір сол. Жаңағы мал. Сондықтан Алла үшін таңдаған малдар, құрметті ағайындар, ертең міне құрбан айт келе жатыр. Жақсы болды негізі, әдемі болып кетті ғой тақырып. Қазірден бастап мал дайындау керек екен ше. Айша анамызға жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи құрбан шалады да, Айша анамызға айтады ғой енді малдардың бәрін, жаңа еттердің бәрін ыңғайластыр деп. Сөйтіп Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келіп я Расулалла, еттің бәрін таратып жібердім дейді. Таратып жібердім дейді. Бір ғана бөлігін алып қалдым дейді, болды. Айша олай деп айтпа дейді. Бір ғана бөлігін бердім, қалғанның бәрін алып қалдым деп айтты дейді. Жұртқа бергені біздікі деп жатыр да. Таратып бергені сенікі да. Өйткені ана таратқанның несін аласың? Сауабын, есесін аласың деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи. Сондықтан барынша не істеу керек? Негізі тарату керек. Етті. Ағайын туысқа жағдайы төмен емес болса да бола береді, бұл құрбан айт жақсы жері сол. Кедей емес деп қарамайды, бере бересің, рахат. Ана ұрысып жүрген туысқандарға барып берсең, жібіп қалады, деп. Қабыл болсын деп құрбан айт. Содан кейін общение печенье басталды. Сондайларға апару керек ше, ана ұрысып керісіп жүргендерге. Араны жақсартып алу керек та, өйткені құрбан айтта араны жақсартпаса болмайды. Енді қараңыздар. Жаңағы енді 7 адам ірі қара шалады деп жатырық қой енді. Осыған сақ болыңыздар ағайындар. Егер шамаңыз жетсе, бір өзіңіз шалыңыз да ірі қараны. Лажы болса. Енді жетпей жатса енді амал жоқ, енді көресіздер енді оны. Бірақ алды ниетті абайлау керек. Ет болып қалмау керек, басқа ниет болмау керек. Құрбанның мәселесіне өте ықтият болу керек. Бізде шамасы жететін жігіттердің өзі құрбан шалмайды. Жігіттердің білесің ғой потенциалын қай жерге дейін шабатын мысалға да. Солар шалмайды, кейбіреулер құрбан шалмайды. Ойлайды екен, сөйтсе құрбан зекет парыз адамдарға уәжіп деп. Сондай адамдар бар екен. Кімнің 40 қойы болса, 30 сиыры болса, ондай емес ол құрбаншылық. Құрбан шамасы жеткен адамның бәріне уәжіп. Айтайын дегенім, құрметті ағайындар, Алламен шыншыл болсаңыз бар ғой, құрбан шалам деп шын ниет етсеңіз, қазірден бастап Алла қойды өзі әкеп береді негізі. Бізде иншалла шалам деген нәрсе бар. Иншалла шалмайсың. Иншалла умраға барам деп қой. Қашан барасыз, умраға бармайсың, шамаңыз жетіп тұр. Иншалла сол Құда қаласа барайын деп. Құда қаласа бармайсың сен. Жоқ мына жақта әшейін. Құда қаласа. Құдайға лақтап қоя береді, рахат. Бара алмай қалса Құда қаламады деп қояды. Өзің қаламай тұрсың ғой, желаниең болмайды ғой. Желаниең болса ертең ұшып кетесің ғой умраға. Дәл сондай мына жақ. Құрбан шалам деген ықылас болатын болса, Алла малды өзі әкеп береді алдыңызға.